Көк аспанда жарқыраған жұлдыздар адамдардың өмірінің сәулесіндей. Қараңғы түнді жарық қылып, өзіне тамсандырады. Құпия сыр мен тылсым күшке ие. Әр адам бір жұлдыз секілді. Адамның тағдырын бүкіл ғаламның биіктігімен өлшесе айыппай екен. Қазақ халқында темірқазықты білсең, жолыңнан адаспайсың деген мәтел бар. Сол темірқазықтай бізді адамдық жолына бағыттап, өмірден адастырмайтын жол табуымызға негіз болған жандар Асқар Тау әкеміз, Абзал анамыз еді. Шаңырақтың алып бәйтерегі, балаларының темірқазығы Жәнділлә әкеміз 1954 жылы дүниеге келіпті. Адамзатты кемелдік шыңына жетелейтін ең асыл қасиеттердің бірі ақ пейілділік болса, сол қасиеттің иесі әкем еді. Артық кем сөз айтпайтын, ешкімге ренжіп өкпе артпайтын. Асылында бұл қасиет адам баласына әуелден жаратушы тарапынан берілген жетістікке қол жеткізудің сырлы кілті болса керек. Қарапайым болса да қадірлі, өз ортасының сыйлы адамына айналды. Соғыстан жарымжан боп оралған Оразғұл атамды баптап, күтім жасаймын деп, жоғары оқуға бара алмаған екен. Бірақ Тәңір әкеме ең жоғары қабілетті тарту етіпті. Домбыраның құлағында ойнаған күйші де, әнші де өзі болды. Қазақтың шежіресін, тарихын терең білетін зеректігіне таңғалушы еді. 10 саусағынан өнер тамған және сол өнерін бұлдамайтын, ағайынның пешін салып беріп, радио теледидарын жөндеп жүгіріп жүретін ақкөңіл жан еді. Кеңес дәуірінде ауыл адамдарын фотоға түсіру үшін сонау Киевтен келген фотографты үйге қонақ етіп күтетін. Әр жанға әдемі күндердің естелігін тарту ету үшін ауылға жолаушылап келген адамды жатсынбай, ұлтына, жұртына қарамай, қырықтың бірі Қыдыр деп құрметтеген әкетайым. Анамызда қабағын шытпай, дәмді тамағын ұсынып, қарапайым жандардың батасына бөленген еді-ау. Даланың кеңдігіндей, кең пейілді осындай жандардың қазірде кең даланың төсінде бір төбешік болып жатқаны өкінішті. Анамыз Лиза екеуі 1976 жылы бас қосып, 4 перзент сүйді. Ата-анамыз әр баласын бір төбе көретін, білімді, тәрбиелі, көпшіл болуға үйретті. Өнерді, қазақтың қара домбырасын қадір тұтатын әке, балаларының да өнерлі, жан-жақты болып өскен қалады. Темірқазық жұлдызына қарап, жолаушылар барар бағытын тапқан болса, біз әкемізге қарап, өмір жолында өз мамандығымызды адамдықпен ұштап, бақытымызды таптық. Әрдайым әкемізге қарыздармыз. Небәрі 42 жыл ғана өмір сүріп, балаларына темірқазық болған әкені қалай сағынбассың? Сол сағыныш 28 жылға ұласыптау. Жылдар жылжып өтіп жатыр. Жыл жылжыған сайын сағынышқа сағыныш қосылды. Аспан әлеміндегі ең жарық жұлдыз шолпан болса, сол шолпан жұлдыздай жарқыраған жан анам Лиза Достанқызы 1953 жылы дүниеге келген екен. Ер мінезді, сөзін бүкпесіз айтатын жан еді. 42 жасында жарынан айырылып қалып, 4 баланың асыраушысы, жалғыз өзі боп қалғанда да мұқалмай, тағдырдың басқа салған қайыспай көтеруіне сол мінезі арқау болған секілді. О бастан ақ жаратушы өжеттілік пен өткірлікті алдағы өмірінде кездесетін қиындыққа мойын ұсынбасын деп үйіп төгіп бергендей-ақ. 25 жыл кітапханада қызмет етті. Кітапты көп оқитын, рухани әлемін
ғибратты сөздермен байытып отыратын және кез келген тақырыпты терең талдай білетін білімді жан болды. Қандай жұмыс жасамасын, анамның қолының ұшы тиген жердің бәрі жайнап, жарқырап кетуші еді шіркін. Қолдан құраған құрақ көрпесі сияқты жан анам бізді оқытып, азамат қылып өсіріп, басымызды құрады. Балаларын азамат етіп жеткеріп, ұлдарын ұяға, қызын қияға қондырып, керегесін кеңейтіп келе жатқанда, бауырымыз Жәнәділдің өмірден ерте өткені қабырғасын қайыстырып кетті. Балаларымның еңсесін ешкім түсірмесін деп, тау қопарып, тас үгіткен анаға, баласынан айырылу қалай ауыр тигенін айтып жеткізу мүмкін емес шығар сірә. Мерекесінің шырқын бұзып, берекесін бұзып кірген баласының қазасы анамызды да шарпып өтті. Тәңір тағдыр шешімін екетпейді екен. Анамыз 2021 жылы өмірден өтті. Шолпан жұлдыздай жарқыраған абзал анамыз бен темірқазықтай бақыт сыйлаған ардақты әкеміз бүгін ортамызда болғанда 70 жасын тойлап думандатар едік қой шіркін. Бір кем дүние. Дүниенің кемдігі сол ортамыздан кеткен бауырымыз Жәнәділдің орны ойсырап тұр бүгінде. 1981 жылы өмірге келіп, бала кезінен алғыр зерек болды. 11 жасында Алматыдағы дарынды балаларға арналған физика-математикалық мектепке оқуға түсіп, рухани ортадан нәр алып, жоғарғы оқу орнын тәмамдап, сол қалада еңбек етіп, ерте есейді. Кәмелеттік жасқа толғанын күтпестен, ерте ер жетуге асыққан жан бауырым, өмірімнің ерте өтерін білдім бе екен? Орда бұзар 30 жасыңнан асқан шақта, асыл жарың мен қос құлыныңды, анаң мен бауырларыңды тастап кете барды. Қапияда бауырымыздан айырылып қалғанымыз жары Айгүлге 2 есе ауыр тиді. Жанына батқан қайғымен іштей күресіп, ұл мен қызын мәпелеп, бауырымның шаңырағын тіктеп ұстап отыр. Жәнәділ өмірден өтсе де, ешқашан анамның көңілінен кеткен емес. Алматыға барып, немерелерін бауырына қысып, Жәнәділді құшақтағандай өзін іштей жұбатып келуші еді. Бүгін Жәнәділдің өмірден өткеніне 10 жыл толып отыр. Әкеміз бен анамызды, бауырымызды сағынышпен еске алып, Құран бағыштаймыз. Ардақтыларым, өмірдің керуен көшінен ерте ажыраған, жаны жұлдыздай жарқыраған бауырым, ата-анамызбен жәннаттың төрінде жолыққайсың. Бауырларың мен балаларыңның бағыштаған Құраны қабыл болсын.